Сәлем баршаңызға. Менің есімім Құралай. Капустаны маринадтау рецептімен бөлісетін боламын. Мендегі капуста 2,5 кг болды. Оған шағын 2 штук қызылша алдым. Сосын бір бас чеснок алдым. Алдымен 1 литр суымызды қайнатамыз. 1 литрден көп немесе аз болмау керек. 1 литр суымызды газымызға қайнатып қоямын. 2,5 кг капустам 2 шағын капуста болды. Оны жуып, қабығын ашамыз, қалауымызша турап аламыз. Әркім өзінің қалағандай турайды. Мен осылай турадым. Осылай қабығын ашып, жуып, капустамызды осылай кастрюль алдым. Осындай негізі эмалировый кастрюль алған жақсы. Мен үйдегі барым осы болды. Осылайша турадым. Алдымен мен 2,5 кг-ға 2 штук свекла алдым. Себебі бізде свекла ешкім ұнатпайды, көп адам жемейді. Жақсы көретін адамдар көбіректеу алса болады. Менде тек сәл қызартып тұрсын деп 2 ғана кішкентай свекла алдым. Оны да қалауыңызша турап саласыңыз. Біреулер теркіден өткізіп салады, әркім өзін қалағандай салады. Мен капустаның астына жіберу керек еді, мен бетіне жіберіп қойдым. Осылай болды. Түсіру нәрсі енді астына чеснок, свекла кеткені дұрыс. Мінекей осылай астына салу керек еді негізі. Осымен осындай болды. Суымызға 2,5 кг капустаға 2,5 столовый ложка тұз саламыз, 2 столовый ложка песок саламыз. Қайнаватқан суымызға саламыз, сәл ерітіп, қайнатып, уксус құямыз. Уксусты 2 столовый ложка суға 1 столовый ложка уксус саламыз, 70% болу керек. Осылай. Тұзымды салып жатырған кезім. Осылай 2,5 қасық қана саламыз. Қатты горке етпейміз, нормально саламыз. Қатты тау қылып салмаймыз. Тұзымызды, песокты да. Қайнап тұрған суымызға салып жатырмын. Осылайша болғап уксусымызды саламыз. Осылай. %70% уксусымыз 2 столовый ложка, 1 столовый ложка саламыз. Мінекей. Сосын түйіршіктелген бұрышымызды саламыз. Әркім қалауынша салады. Бізде острый болғаны жақсы деп мен көп салдым. Лавралист саламыз қалауынша. Бізде қатты ұнатпайды, сол үшін аз салдым. Дәмі жеңіп кетпесін деп. Сосын бастырып қойдым. Негізінде 1 сутка қояды. Мен 2 сутка қойдым. Капустаның өзінің суы шығып, тарелканың бетіне суы шығу керек. Мен жеңіл болғандықтан қатты ауыр затпен қоясыз. Мен 3 литр кастрюльмен су толтырып, үстіне 5 литр баклажка су қойып қойдым. Негізі 1 сутка тұру керек. Менде 2 сутка тұрды. Тарелканың бетіне капустаның суы шығу керек. Астан тасып кетпес үшін подносымды қойып алдым, суы шығып кетпес үшін. Мінекей, 2 суткіде шыққан суы осындай болып шықты. Міне қараңыз. 1 литр судан көбейгені. Көрдіңіз бе, капустаның өзінің суы осылай көбейіп шығады. Қою көрдіңіз бе? Осындай болды. Дәмі өте керемет. Осылай менің рецептімен жасап көріңіздер. Бағасын беріңіздер. Мен банкіге қалауымша кесіп, холодильникке салып қойдым, бетін жауып. Холодильниктен қалаған зуатыңызды ашып алып жей бересіңіз. Осылай өзінің суын қойып қоясыздар. Осындай болды. Рахмет. Менің комментарий жазып каналыма тіркеліп кетіңіздер.
осындай сочный болды. Рахмет.